Бүгін 3 сәуір Қазақстанда сайлау өтіп жатыр. Біз тікелей эфирлерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Заң бұзушылық сайлаудың жарымына жеткенде заң бұзушылықтар көп тіркелді, комиссия сайлауға келушілер көп дейді. Кім үшін мерзімнен тыс сайлау неге және ең басты кімге керек болды? Тұғырлама, сайлаушылар не үшін дауыс береді, немесе үміткерлер халыққа қандай уәде беріп отыр? Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша түскі сағат 12-дегі мәлімет бойынша сайлаушылардың 40%-дан астамы өз таңдауын жасады. Ресми мәлімет бойынша 5 сағаттың ішінде елдің барлық аймақтарында 3.700.000 сайлаушы дауыс берген. Соңғы мәліметтерді бізге жеткізу үшін орталық сайлау комиссиясындағы тілшіміз Берік Дүйсенбай тікелей эфирге қосылуы тиіс. Берік, сіз мені естіп отырсыз ба? Талғат, қайырлы күн, мен сіз естіп тұрмын Астана байланысқа. Берік, ендеше орталық сайлау комиссиясының соңғы мәліметтерін көрермендерімізге жеткізсеңіз. Орталық сайлау комиссиясының түске дейін, яғни сағат 12-ге дейін келіп түскен ақпараттарын қазір сіздерге айтып өтетін болсам, орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен хабарлағандай, қазір сайлау өте қарқынды жүріп жатыр деп хабарлайды. Сондай-ақ ең жоғарғы белсенділік танытып отырған бұл Ақмола, Алматы және Қостанай облыстары. Тиісінше дәл осы сағатқа дейін Ақмола облысында 245.000 сайлаушы дауыс берді. Ол пайыздық көрсеткіш 50,8. Сондай-ақ Алматы облысында сайлаушылардың 531.116 өздерінің конституциялық құқықтарын жүзеге асырды. Бұл 60,5%. Қостанай облысындағы көрсеткішке келетін болсақ, бұл 344.239 сайлаушы дауыс беруге қатысты. Бұл 55%-ды құрайды. Сондай-ақ ең төменгі көрсеткіштерге келетін болсақ, әзірге Маңғыстау облысы, Батыс Қазақстан облысы және Оңтүстік Қазақстан облыстары қазір аса белсенділік танытып отырған жоқ деп хабарлады орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен. Олардың көрсеткіштерін тиісінше айтып өтетін болсақ, Қостанай, Батыс Қазақстан облысында 100.000 сайлаушы дауыс берді, 25,6%. Сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан облысының көрсеткіші 376.000 сайлаушы, 31,6%. Ал Батыс Қазақстанға келетін болсақ, ол 100.000 адамды құрайды. Сондай-ақ әлі де Астана және Алматы қалаларында белсенділік төмен. Дәлірек айтатын болсақ, Астана қаласында 60.869 сайлаушы дауыс берді, 17,2%. Алматы қаласында тіркелген тізімге енгізілген сайлаушылардың небары 128.592-сі түске дейін өздерінің конституциялық құқықтарын жүзеге асырып, өз таңдауларын жасады. 13,4%. Бізге әзірге келіп түскен ақпараттар осындай. Талғат. Берік, осы жерде тағы да бір сұрақ қойғым келіп отырып, сайлауға келушілерді туралы мәлімет таратып жатқан орталық сайлау комиссиясы жалпы заң бұзушылықтар туралы не айтып жатыр? Әзірге орталық сайлау комиссиясына келіп түскен ақпараттарға сәйкес, қандай да бір орын алған заң бұзушылықтар туралы ешқандай мәлімет жоқ. Түске дейін естеріңізде болса, Ішкі істер министрінің орынбасары келіп, осында баспасөз мәслихатын өткізіп, Қазақстанда аталмыш ведомство күшейтілген тәртіпте жұмыс істеп жатқандығын және де ешқандай заң бұзушылық орын алмағанын хабарлады. Және де қазір түстен кейін бас прокуратура өкілдері келіп, орталық сайлау комиссиясында баспасөз мәслихатын өткізеді деп күтілуде. Сондықтан қандай да бір орын алған заң бұзушылықтар, я болмаса тәртіп бұзушылықтар және прокуратураға келіп түскен арыз шағымдар бойынша сол аталмыш ведомствоның өкілдері бізге хабарлайтын болады. Талғат. Рахмет, Берік. Ендеше алдағы хабарлар барысында сізден ақпарат күтеміз. Көрейік, прокуратура не дейді екен? Хабарымызды жалғастырамыз. Шымкент қаласындағы 65-06 әскери бөлімшесіндегі жабық сайлау учаскесінде өткен сайлау барысында бірде-бір бақылаушы болмады. Соған қарамастан небәрі 3 сағаттың ішінде жауынгерлер 100% дауыс беріп бітіпті. Жабық сайлау учаскесінде сайлау қалай өткендігін шымкенттік тілшіміз Мира Іңкәрі баяндап береді. 65-06 әскери бөлімшесінде дауыс беру таң сағат 7-де басталған. Сайлау күні сарбаздарға 1 сағат артық ұйықтауға рұқсат беріліпті. Заңды демалыс. Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған жауынгерлер үшін бұл жауапты күн болды. Дауыс берушілердің 90%-дан астамы алғаш рет сайлауға қатысқан. Солардың бірі Маңғыстау облысынан әскер қатарына алынған Азамат Өмірғалиев. Бірінші рет қатысып тұрмын. Әрине, қобалжу болады басында.
Бұл енді Қазақстан Республикасының болашағы болғандықтан, жай ғана таңдау емес, бұл президент таңдау болғандықтан қиындықтар болады, қобалжыдық. Жалпы нөмірі 132-ші жабық сайлау учаскесінде 761 дауыс беруші тіркеліпті. Сарбаздар мен олардың отбасы мүшелерінің аса жауаптылығы соншалық бар жоғы 3 сағаттың ішінде 100% дауыс беріп бітті. Бірақ сайлау учаскесінің төрағасы бұл жауынгерлердің жауаптылығынан емес деп түйеді. Жоқ, бұл жауынгерлердің аса бір тәртіптілігі емес. Бұл жерде әр азамат, біздің жауынгерлер, ол Қазақстан Республикасының азаматы. Ол өзі біледі, кімге дауыс береді, қашан келеді, өзі біледі. Бізде ондай ешқандай мәжбүрлік жоқ, өзі біледі. Даже біз строить етпейміз, өз еркімен келеді. Тек жабық сайлау учаскесіндегі сайлау барысын бақылайтын бірде-бір бақылаушы болмады. Басшылардың айтуынша әскери бөлім есігі айқара ашық. Мен қайықтан білемін. Мен білмеймін ол жағын. Мен бақылау. Есіктің терезелердің бәрі ашық тұрды ғой. Я же ворота не закрывал же, правильно? Ворота-то открыты же. Әскери бөлім командирі сайлау барысын толық бақылап отырғанын айтады. Шенділер әскери билеттерін көрсетіп дауыс беруге құқылы. Сайлау комиссиясының құрамын әскерилер, мұғалімдер және Совет Герман соғысының ардагері құрады. Мейрам Кәрілдар Жүнісханов, Шымкент. Шымкенттегі сарбаздар 100% дауыс беріп жатқанда, ал орталық сайлау комиссиясы заң бұзушылықтар туралы ешқандай мәлімет бермей жатқанда, осы жаңа ғана тағы бір заң бұзушылық туралы ақпарат келіп түсті. Орталық сайлау комиссиясының ресми мәліметтеріне балама болатын тәуелсіз сауалнама жүргізушілерді сайлау учаскелеріне кіргізбей жатыр. Бұл туралы қазір осы оқиғаның куәсі болған алматылық тілшіміз Азамат Есперген тікелей эфирге қосылды. Азамат, бұл қандай сайлау учаскесінде болған заң бұзушылық? Толығырақ айтып өтсеңіз? Рахмет, Талғат. Осынау заң бұзушылық нөмірі 284-ші сайлау учаскесінде орын алған, яғни таңғы сайлау учаскелері ашылғаннан кейін комиссия мүшелері алғашқы электорат өкілдерінен сауалнама алмақ болған негізгі бұл өкілдерін кіргізбей қойған. Кейінірек келіссөздер жүргеннен кейін барып, комиссия мүшелері участок аймағында оларға жұмыс істеуге рұқсат беріпті. Азамат, жалпы экзит пул өкілдерінің өздері бұл жағдайға байланысты не айтып отыр? Оны олар заң бұзушылыққа балап отыр. Және де біз өз кезегінде сайлау комиссия мүшелерінен де сұрастырғанбыз, осынау жайттың неліктен орын алғандығын. Олар өз кезегінде оны білместіктен жасадық деп отыр. Яғни экзит пул мүшелер өкілдерінің заңды түрде сайлау учаскесінде жұмыс жасауға құқылы екендігін комиссия мүшелері білмеген. Сондықтан олар басында оларды жұмыс істеткізіпті. Одан кейін орталықпен байланысқаннан кейін барып жұмыс істеуге рұқсат берген. Яғни сайлау комиссиясы мүшелерінің біліксіздігінен орын алған жайт. Оны сайлау комиссиясы мүшелерінің өздері мәлімдеді. Рахмет, Азамат. Экзит пул өкілдерін сайлау учаскесінде кіргізбегендігі туралы ақпаратты алматылық тілшіміз Азамат Есперген хабарлап өтті. Ал біз хабарымыз әрі жалғастырамыз. Елдегі оппозициялық партиялардың бәрі бірдей бұл сайлауға бойкот жариялап жатқанда, негізінен шетелдегі саяси диссиденттердің басын біріктіретін Қазақстан оппозициясы шетелдік бюросы да бойкотты қолдап отыр. Бұл туралы ұйым мүшесі адам құқығын қорғаушы Балли Мажес хабарлады. Сол сайлау бүгін болып жатқан Қазақстанда ол демократиялық сайлау емес. Ауылдың адамы болсын, қаланың адамы болсын. Сол сайлауда участвовать ететін мүмкіншілігі жоқ. Препятствие істеп жатыр. Тілді орындай білмейсің, ол сен ошибка істейсің, сен өйтпейсің, сен шетелде тұрғасың бір-екі күнде болса, сен ондайсың, сен мұндайсың. Соның бәрі әкелет соған, только Назарбаев өзі ғана, и оның қасындағы жүрген жолдастары ғана, туысқандары ғана. Осы сайлауда мүмкіншілігі бар участвовать. А ол кісі білсін, үйде отыр нағып, потому что халықтың жағдайы өте нашар. Бірақ әр қазақстандық үйінде отырып, сол сайлауға бармау мүмкіншілігі бар. Хабарымызды әрі жалғастырамыз. Ал қазір бізбен бірге Алматы студиясында саясаттанушы ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім тікелей байланысқа қосылады.
Біздің режиссеріміз сәл кішкенеден кейін ғана болады деп айтып жатыр. Ендеше дос көшімнің пікіріне кішкенеден кейін қайта оралатын боламыз. Ал біз хабарымызды сайлау тақырыбымен әрі қарай жалғастырамыз. Сайлауға қатысып жатқан 4 үміткердің бәрі де сайлау учаскелеріне келіп дауыс берді. Ең соңындағысы келгені Нұрсұлтан Назарбаев. Жалғыз келмеді, отбасымен бірге келді. Бұл сайлаудың ерекшелігі барлық кандидаттарға түгелдей бірдей барлығына құқы берілді. Билік мүшелері ешқандай араласпауға, барлық кандидаттарға жұмыс істеуіне мүмкіншілік жасауға барлық жағдай жасалды. Еліміз үшін, жеріміз үшін, тәуелсіздігіміз үшін, болашағымыз үшін, ұрпағымыздың бақыты үшін дауыс береміз. Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлау учаскесіне жанұясымен бірге келді. Жұбайы Сара Алпысқызы, үлкен қызы Дариға, ортаншы қызы Динара, жолдасы Тимур Құлыбаевпен келіп әкелеріне дауыс берді. Әдеттегіде ұлттық академиялық кітапханада орналасқан нөмірі 182-ші сайлау учаскесінде дауыс берген Назарбаев тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында өткен бұл сайлаудың тарихи маңызы жоғары деді. Өз жеңісіне сенімді президент сайлаудан кейін қарсыластарымның кей ұсыныстарын назарға алам деді. Сондай-ақ Астанада дауыс берген коммунистердің үміткері Жамбыл Ахметбеков дауысымды халықтың болашағы үшін бердім деп отыр. Өз басым емтихан алдындағыдай қатты толқыдым дейді Ахметбеков. Кандидат бүгінгі сайлаудың нәтижесі қандай болса да, біздің мемлекетіміздің дамуындағы тағы бір қадам болатынына сенім білдірді. Все уверены, те, которые голосуют за меня. Маған дауыс бергендердің барлығы менің жеңісіме сенеді. Менің бұл сайлауға түсу мақсатында сол, халық үнін естірту. Олардың барлығы жақсы өмір сүру үшін дауыстарын берді. Голосуют за то, чтобы именно жилось им всем хорошо. Президент сайлауының қарсаңында белгісіз біреулер белгілі адам құқығын қорғаушы Бақытжан Төреғожина тұратын үйдің кіреберісін шимайлап тастапты. Бүгін оның көршілері өз есіктерінде жапсырулы стикерлермен дәлізді түгел алған жазуларды байқаған. Онда сайлауға байкот жариялауға үндеген сөздер жазылыпты. Төреғожина полицейлерді шақырған, олар өз кезегінде пәтер иелері кооперативі қызметкерлеріне хабарласқан. Оппозиция белсендісінің айтуынша, жарты сағат ішінде жұмысшылар тұрғындардың есігін тазалаған, ал жазушылардың үстіне әзірге бояу жаққан. Бақытжан Төреғожина бұл қала билігінің арандатушылық әрекеті деп мәлімдеді. Это было сделано ночью. Понимаете, да? Они думают, что это дело в том, что это делает. Бұл түнде болған оқиға. Мұны әкімдік ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірге істеп отыр. Олар мені осындай әдіспен қорқытам деген шығар. Ойлағандар іске аспады. Егер олар байкот деп алға жазды деп көрсеткісі келсе, мен Конституцияның қорғайық қозғалысының мүшесі ретінде өзімде байкот жарияладым. Бірақ мен өз үйімнің дәлізін осылайша шимайламаймын. Это понятно, что, допустим, байкотом я сама свой собственный подъезд расписывать не буду. Бүгін Қарағандыда Пуска Биатия лауазымына сайлау өтіп жатыр. Оған үміткер ретінде 4 үміткер кандидат тіркелген. Президенттік сайлауға балама ретінде белгіленген бұл атаққа лайықты болуға сынға түскен 4 басшының біреуін таңдап алу үшін ел дауыс беріп жатыр. Пуска Биатия лауазымына Нұрсұлтан Назарбаев, Муаммар Каддафи, Хосни Мубарак және Тунистегі кейінгі уақытқа дейін президент болған Бен Али таласады. Демократиялық сайлау орталығы президенттік сайлау күні осы науқанды өткізіп жатыр. Балама ретінде өтіп жатқан сайлау тіркелуші алға партиясының Қарағандылық кеңсесінде ұйымдастырылған. Мұнда дауыс беру үшін арнайы бөлме орнатылған және бюллетен салатын жәшік те бар. Бұл жердегі бюллетендерге де өзгешелік бар. Мұнда барлығына да немесе барлығына қарсы дауыс беруге болады. Сонымен қатар бұл сайлаудағы өзгешелік осы жерге президент сайлауынан бюллетен алып келіп, президентке үміткерлерге дауысты беріп осы жәшікке салады. Ерекше сайлау комиссиясы мүшелерінің айтуынша, бұл сайлау ашық және демократиялық түрде өтіп жатыр екен. У нас есть свои кандидаты. Бізде өз үміткерлеріміз бар. Бұл жерге келіп, кез келген адам, кез келген елдікі болса да, мейлі дауыс бере алады. Тек қана 16 жасқа толған және төлқұжаты болса болғаны. Біз ешкімге қысым көрсетіп жатқан жоқпыз. Сайлау бір қалыпты өтіп жатыр. Яғни барлығы заң шеңберінде. Избиратели есть. Все идет законно. Мезімнен бұрын президенттік сайлауға түсіп отырған 4 үміткердің ішінде ең қысқа сайлау алды тұғырнамасы ол Нұрсұлтан Назарбаевтікі. Әрі проблемалардан көрі мерейтойларға көп көңіл бөлгенде Назарбаев саяси науқанға түсіп тұрып, саяси реформа туралы біраз сөз айтпаған. Жемқорлықпен күресте де ТМД бойынша алда келеміз деп мақтан санаған. Есесіне президент болуға таласпай, тек өзара екінші орын үшін күресіп келген қалған 3 үміткердің сайлау алды тұғырнамалары президент стратегиясынан көрі салмақты. Үшеуі де елде
саяси дағдарыстың барын, коррупцияның өршіп тұрғанын, кедейшіліктің өсіп бара жатқанын айтқан. Сонымен олар сайлауалды бағдарламаларында халыққа қандай уәде берді. Елде қандай өзгерістері болу керек деп есептейді. Инга Иманбай тұғырнамаларға мұқият зер салған еді. Кезектен тыс сайлауға Нұрсұлтан Назарбаев арнайы бағдарлама жасапта өре болған жоқ. Өзінің сайлауалды платформасы ретінде үдемелі индустриалды инновациялық даму стратегиясын алып, соны жүзеге асыруды жалғастыратынын айтты. Сарапшылар бағдарламаның 2020 жылға дейін арналғанын ескерсек, Назарбаев бейнелеп айтқанда бір бағдарламамен екі сайлауды ұтып алуды көздеп отыр деседі. Осыған дейінгі сайлауларға қарағанда президент үміткердің бұл жолғы платформасы сайлауға дайындық мерзімі секілді қысқа болып шықты. Ұлт лидері өзінің жеңісіне сенімді екенін ашық көрсетуді де ұмытпады. Мен ресми тұрғыдағы үгіт насихат жұмыстарын жүргізбеймін. Менің бағдарламам, саяси платформам, менің жолдауымда және партия съезінде баяндалған. Президент үгіттен бас тартқанымен оның партиясы Нұр Отан бас тартпады. Референдумды қолдамаған президенттің сөзіне қарсы шыққандар бұл жолда елбасын тыңдамады. Президент партиясы бір айдың ішінде Алматының бір ауданының өзінде президенттің жолдауын насихаттау үшін 200 кездесу өткізіп үлгерген. Елбасының өзі аяқ асты 2 сағат бойы Қазақстанның мемлекеттік телеарналарына сұхбат берді. Президенттің сайлауалды платформасына келсек, Назарбаев алдымен экономика, сосын барып саяси реформа қағидасына бұл жолда айнымады. Грамматикалық қатемен жағызылған үгіт насихат постерлерінде экономикалық кемшіліктерді жою жолдары емес, гүлденген болашақ Қазақстанның бейнесі суреттелді. Коммунистерден бөлініп, өздерін халықтық коммунистер деп атаған Косаревтің партиясы бұл сайлауда насихат жұмыстарының белсенділігімен ерекше көзге түсті. Жамбыл Ахметбековтің үгіт науқаны өз армандайтын кешегі кеңес одағында буржуазиялық популистік саналатын еді. Халықпен кездесуге микроавтобуспен келіп жүрді. Айтуынша, жеке көлік сатып алуға ақшасы жоқ. Кезінде кеңес одағында тыйым салынған каратенің хас шебері бейнесінде шыққан Ахметбеков халықтың қорғанына айналғысы келген болар. Каратист коммунист, бірақ соққымен талай түйткілді тас талқан етемдеп, экономикадан аз кем хабары барларды таң қалдырды. Тек нақты өмірде шығыс жекпе-жегінің фәлсафасы талап ететіндей терең парасат пен төзім керек. Адам баласына шаққанда күнкөрістің ең төмен көрсеткіші 200 мың теңгені құрайды. Базалық зейнетақы төлемдері күнкөрістің ең төмен көрсеткішінің 60%-ын құрауы тиіс. Яғни зейнетақы 120 мың теңгеге жету керек. Зейнетақы төлемдері 300 мың теңгені құрайтын, орташа жалақының 40%-нан төмен болмауы қажет. Мейл селеусізі, азаматтарды мемлекеттік органдардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жұмылып, әділетті қоғам мен салауатты экология үшін күш біріктіруге шақырады. Бізбен болашаққа. Биылғы президенттік сайлаудағы басты тартыс бас эколог атағын елену төңірегінде өтеді деп кім ойлаған. Бұл жолы жасылдар ерекше белсенді. Басында сайлауға қатысуға қаржымда, мүмкіндігімде жоқ деп мәлімдеген Мел Селеусізов кейінірек бас эколог атағынан айырылып қалам деді ме, бұл сайлауға да қатысамын деп бүлінді. Тіл сынағынан өтіп, тиісті 95 мың дауысты да жинап, жаңа өскен жасыл саясаткерлерді шаңғаптырып, жалғыз эколог үміткер ретінде тіркелді. Ешқашан президенттік амбициям болған жоқ десе де, Елеусізовтің тәуелсіз Қазақстан тарихындағы барлық сайлауға қатысқаны таңғалдырады. Экологтың өзі мұны сайлауалды үгіт жұмысына бөлінетін қаражат пен экологиялық проблемаларды қоғамға жеткізсем деген ниетімен түсіндіреді. Үкімет бөледі. Қазір анықтағым жоқ, 5-7 миллион береді. Менің жолдастарым бар, достарым бар. Мен қолдағанда, фонд ашамын. Елдегі оппозициялық күштер сайлаудан бас тартып, президент Назарбаевпен бірге үміткерлікке зейнеткер, құмалақшы, күзетшілер ұмтылған кезде орталық сайлау комиссиясының өзі сайлау ойнауға айналып барады деуге мәжбүр болды. Үміткерлерді тіркеуге бір күн қалғанда, Патриоттар партиясының жетекшісі тіл сынағынан сүрінбей өтіп, үміткерлер қатарынан бір-ақ шықты. Оппозиция мұны ергежейлі үміткерлермен жалғыз қалған Нұрсұлтан Назарбаевтың абыройын сақтау үшін жасалған қадам деп атады.
Бұрынғы сайлауда стақан сындырған айбынды генерал-сенатор бұл жолы зейнеткерлермен шәй ішіп, 30 мың теңге айлық алатын дәрігерлердің мұң-мұқтажын тыңдады. Сарапшылар Қасымовтың платформасында Ақорданың көздеген кейбір саяси экономикалық реформасының кездесуі тегін емес дейді. Сайлау барысы бұл ойлардың көпшіліктің қалай қабылдайтынын анықтап алуға жақсы мүмкіндік береді. Нағыз генерал образы сенаттың жұмсақ креслосындағы сенатор Қасымов үшін бұрынғы сайлау науқанында қалса керек. Әйтеуір сайлау алды науқанында қазақ тілді журналистерден бойын аулақсақ қашумен болды. Рахмет. Сөйлеген сіздерге мен дайын деді, сіз мәселенде сұрақтанда дайын маған сөйлеген беріңіз, мен дайында сіздерге бәрін сөйлеуге айтайын. Солай деймін. Биылғы науқанның самауырқауы өтіп жатқанын сарапшылар бір ауыздан айтады. Айтыс-тартыс, дебат атаулы болмады. Қазақстанда елдегі бірінші адамды сайлауға дайындалып жатқаны туралы тек телеарнадағы роликтер мен плакаттар ғана білдіреді. Биылғы сайлаудағы бас тұран сайлауға кел деген шақыру болды. Сарапшылар таңдаусыз, баламасыз сайлауға халықтың қызығушылығы төмендеп кетті дейді. Инга Иманбай, Тоқмолда Құсайынов, Қазақстан. Үміткерлердің сайлау алды тұғырнамасымен танысып шықтыңыздар. Енді оларға дауыс берем десеңіз, қайсына дауыс берем десеңіз, және тіпті дауыс берем десеңіз, құрметті сайлаушы, ол сіздің өз еркіңіз. Ал сайлау барысын К+ арнасымен бірге бақылаңыз. Біз сайлау туралы ақпаратымызды алдағы жаңалықтарда әлі қарай тарата беретінбіз. Ақпарат күтіңіз.